Ұстаз ұлы есім. Мұғалімдік әлемдегі ең ардақты мамандықтың бірі. Мен осы қадірлі мамандықты таңдаған жанның бірімін. Менің мамандығымды басқа мамандықпен салыстыруға болмайды. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деген Ғафу Қайырбектің өлең жолдарын оқығанда мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғаныма мақтанамын. Өйткені ұстаздық қадір тұтар қайырлы іс. Ұстаз бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт, бағдар беруші, ата-ананың сенімді көмекшісі. Мұғалім елдің ертеңіне ие болатын ұрпақты тәрбиелейді. Мінез құлқы әр түрлі баланы бір мақсатқа жұмылдырып, әр қайсысымен жеке-жеке жұмыс атқару ол өнердің өнері болып табылады. Өзге пәндерден ерекшеленіп тұратын қазақ тілі мен әдебиеті пәнін бала күнімнен сүйіп оқитынмын. Сол сүйіспеншілік мені ұстаздық жолға алып келді. Менің бала кезімдегі ағартушылық қызмет пен қазіргі таңдағы білім беру саласы мүлде басқаша. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне білім беріп қана қоймай, оны әлемдік білім, ғаламдық ақпарат, жаңа экономика кеңістігіне шығуына, бәсекеге қабілетті болуына жол ашып баулуы қажет. Ол нағыз өз мамандығын сүйген ұстаздың қолынан ғана келеді. Заман өзгеріп, біз жаңа бағытқа бет бұрдық. Қоғам өзгерген сайын білім мазмұны да өзгеріп отырады. Қазіргі білім беру жаңа сипат алды. 21 ғасыр технологиялардың ғасыры. Ақпараттар ағыны өте көп. Технологияның дамығаны сонша, адам түсіне кіріп шықпайтын нанотехнологиялар өз жемісін беруде. Енді бірнеше жылдан кейін роботтар көп деген мамандықтардың орнын басып, адамның жұмысын жеңілдетпекші. Осы өзгерістер мұғалім еңбегіне әсерін тигізуде. Біз өз оқушыларымызға тек қана білім беріп қоймай, бірегей нәрселерді үйретуіміз керек. Ешқандай роботтар, машиналар игере алмайтын жұмсақ дағдыларды оқушыларымыздың бойына дарытуымыз керек. Ол дағдылар, құндылықтар. Біз оқушыларымызға адами құндылықтармен қатар ұлттық құндылықтарды дарытып бойына сіңіруіміз керек. Сенім, оқушыларымыздың, балаларымыздың бір-біріне деген сенімі, қоршаған ортаға деген сенімі, отбасына, үлкендерге, тағы да басқа нәрселерге сенімі болуы керек. Және ең бастысы олар өзінің білімі мен ақылына, күшіне, еңбегіне сену қажет. Тәуелсіз ойлау. Біздің алдымызда отырған ұрпақ, олар 21 ғасырдың ұрпағы. Олар тәуелсіз Қазақстанда өмірге келген азат ойдың ұландары. Командалық жұмыс. Ендеше біз бірлесе отырып қана биік белестерді бағындыратынымыз анық. Яғни біздің күшіміз тек қана бірлікте болмақ. Басқаларға қамқорлық. Сонымен қатар біздің алдымызда отырған оқушылар қоршаған ортаға, үлкендерге, отбасына, мектебіне, табиғатқа, тағы да басқа дүниелерге өзінің қамқорлығын көрсете білу керек. Біз міне осы дағдыларды өз оқушыларымыздың, өз білім алушыларымыздың бойына дарытуымыз қажет. Мен бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісімдегі жаңашылдығым арқылы, жан-жақты берген білім мен тәрбием арқылы қол жеткізудемін. 21 ғасыр білімділер ғасыры. Бізге ой өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған, тәрбиелі, парасатты ұрпақ керек екенін
бір сәтте естен шығармаймын. Әр баланы жас ерекшелігі, мінез құлқы, өскен ортасына қарай танып, жақсы адам етіп тәрбиелеу менің жүрегімдегі мектебімнің басты мұраты.